Творожный ватрушки дайындаймыз. Ең алдымен айранымыздың үстіне ас содасын саламыз. Айран бөлме температурасында тұру керек. Үстіне ас содасын салғаннан кейін осылай көтеріледі. Содан соң жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Секер салып, тағы да секеріміз ерігенше араластырып аламыз. Сұйық май құямыз. Араластырамыз. Содан соң ұн, қопсытқыш салып, тағы да бірыңғай масса болғанша араластырамыз. 24 диаметрлік формамызға пергамент қағазын төсеп, массамызды құйып, қамырымызды дайындап қоямыз. Енді сүзбемізді аламыз, үстіне секер, содан соң жұмыртқаны салып, жақсылап секері ерігенше бірыңғай масса болғанша араластырамыз. Сүзбелі массамыз дайын. Енді қамырымыздың үстіне осылай қасықпен құйып шығамыз да 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минут пісіреміз. Пюромызды суытамыз, содан кейін дастарханға ұсынсаңыз болады. Осымен пюромыз дайын, өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.